Сәлем балалар, математика пәнінен 105-ші сабақ 20-ға дейінгі қосу және азайту тақырыбын өтеміз балалар. Балалар, бірінші тапсырмаға қарайықшы. Бірінші тапсырма. Сырым йогурттарды санады. Мысалдарға қара, оған есептеуге көмектес. Балалар, санайықшы. Бірінші қатарда неше йогурт бар? Дұрыс айтасыңдар, 10 қызыл йогурттан бар екен. Келесі қатарда 4 қызыл йогурт және көктен 6 екен. Яғни 4-тің 6-ға қосындысы балалар 10-ға тең. Дұрыс айтасыңдар. Көк йогурттарға қызыл йогурттарды қосқан едік, 10-ға тең. Енді балалар, бірінші қатардағы қызыл йогурттарға қосайық. Неше болады барлығы? 20 болады. Жақсы балалар. Келесі суретке қарайық. Бірінші қатарда 10 йогурт, екінші қатарда 4 йогурт және 6 жасыл йогурт алынып тасталынған екен балалар. Сонда 10-нан азайтамыз 6-ны. Мәні балалар бізде 4-ке тең. Ал 20-дан азайтамыз балалар 6-ны. Мәні балалар 14-ке тең. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі суретке қарайық. Келесі суретте құлпынайдан жасалған балалар бізде 10 йогурт бар екен бірінші қатарда. Екінші қатарда 2 және 8 көк түсті йогурт бар екен балалар. Олай болса балалар, бірінші бірліктерге бірліктерді қосып аламыз, екінші қатарды қосып аламыз. 2-дің 8-ге қосындысының мәні балалар 10-ға тең. Яғни 10 санында бір ондық бар екен балалар. Жақсы. Келесі 12-ге 8-ді қосамыз, тең 20 болады. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, келесі есепке қарайық. Бірінші қатарда 10 йогурт бар. Екінші қатарда көк түстен 2, сарыдан 8 екен. Бірақ барлық йогурттан біз 8 йогуртты азайтады екенбіз. Балалар, 10-ның 8-ге айырмасының мәні 2-ге тең. 20-дан 8-дің айырмасының мәні 12-ге тең. Жақсы. Келесіге қарайық. Балалар, қызыл түстен бірінші қатарда 10, екінші қатарда 7 және 3. 7-ның 3-ке қосындысы 10-ға тең, 17-ге 3-ті қосындық балалар 20-ға тең. Жақсы. Келесі есепке қарайық. Бірінші қатарда 10, екінші қатарда көк түстен 1 йогурт, жасыл түстен 9 йогурт бар екен балалар. Олай болса, 10-нан 9 азайтамыз 1-ге тең, 20-ның 9-ға айырмасының мәні 11-ге тең. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, екінші тапсырмаға қарайық. Екінші тапсырма. Есепте 10-нан азайтамыз 4-ті. Мәні балалар 6-ға тең. 20-дан 4-ті азайтамыз 16-ға тең. Балалар, бұл есепте не байқадыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бірінші қатардағы есептен екінші қатардағы есеп ондыққа, бір ондыққа артық екен балалар. 10-нан 3-ті азайтамыз 7-ге тең. 20-дан 3-ті азайтамыз 17-ге тең. Жақсы. Балалар, келесі 10-нан 5-ті азайтамыз. Мәні 5-ге тең. 20-дан 5-ті азайтамыз. Мәні 15-ге тең. Келесі 10-нан 7-ні азайтамыз. Мәні 3-ге тең. 20-дан 7-ні азайтамыз. Мәні 13-ге тең. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Олай болса балалар, үшінші тапсырмаға қарайық. Үшінші тапсырма. Есепте балалар не сатып алды? Ал балалардың қаймақ немесе сүт сатып алған табайық. 50-ден 30-ды азайтамыз. Мәні 20-ға тең. 20-дан 5-ті азайтамыз. Мәні 15-ге тең. 15-ден 5-ті азайтамыз. Мәні 10-ға тең балалар. Жақсы. Олай болса, қыз бала қаймақ алған екен. Ұл бала ше? Ал 15-ке 5-ті қосамыз. Мәні 20-ға тең. 20-дан 7-ні азайтамыз. Мәні 13-ке тең. 13-тен 10-ды азайтсақ балалар 3-ке тең екен. Ұл бала не алыпты бізде балалар? Сүт алған екен. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса, келесі есепке қарайық. Үшінші есеп. Есепті шығар, кері есеп құрастыр. Дүкенге 20 литр сүт, одан 3 литр кем қаймақ әкелінді. Дүкенге неше литр қаймақ әкелінді? Сүттен неше литр? 20 литр. Қаймақтан бізде белгісіз екен. Бірақ сүттен қарағанда 3 литр кем екен балалар. Шешуі 20-дан 3-ті азайтамыз балалар. 17-ге тең. Жауабы 17 литр қаймақ әкелінді. Жақсы балалар. Енді осы есепке кері есеп құрастырамыз. Сүт 20 литр, қаймақ 17 литр. Барлығы неше литр?
Шешуі 20-ны 17-ге қосамыз, мәні 37, жауабы 37 литр. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, келесі есепке қарайық. Қаймақ 17 литр, сүт бізде белгісіз. Бірақ қаймақтан қарағанда 3 литр артық екен балалар. Шешуін анықтаймыз. 17-нің 3-ке қосындысының мәні 20-ға тең. Жауабы балалар бізде сүт 20 литр екен. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Балалар, келесі тапсырмаға қарайық. 5-ші тапсырма. 3 түрлі сүт тағамының қосындысынан 10 саны шығатындай жинақ құр дейді. Балалар, бірінші суретке қарайық. Бірінші қатардағы сүт өнімдерін, екінші қатардағы сүт өнімдерін, үшінші қатардағы сүт өнімдерден біреуден алып, балалар, 10 саны шығатындай етіп жинақ құруымыз керек. 5-тің 2-ге қосындысының мәні балалар 7-ге тең. 7-ге 3-ті қоссақ балалар 10-ға тең. 6-ның 1-ге қосындысы 7-ге тең. 7-ге 3-ті қоссақ 10-ға тең. 3-тің 2-ге қосындысы 5-ге тең. 5-ті 5-ге қоссақ 10. Келесі 6-ның 2-ге қосындысы 8-ге тең. 8-ге 2-ні қоссақ 10. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.